неліктен кавказдықтар бізбен сонша мақтанады? Тарих бойында олар тек өздерін қорғап келді, империя немесе хандық құра алмады дейді. Енді кішкентай халықтардың үлкен рухы болатын тарихтан бергі заңдылық. Халық қанша тығыз орналасса, біріне бірі жақын орналасса, сосын өзі енді өсіп жатқан жасы көп болатын болса, олар кейде бір мақтан арқылы, бір сондай эмоция, сезім арқылы өздерінің бір дәрежелерін көтергісі келеді. Бұл адам баласының заңдылығы. Енді ол кавказдықтар тарихта империя құрмады, анау мынау деп айтуға келмейді. Оларда да шағын болса да елдері болды. Оның да бөгенай бөлек мәдениеті болды, тілін сақтады. Кавказ тарихтан бері қанды шайқас айқастардың ордасы болды ғой. Ар жағы Рим империясы, кейінгі Византия империясы, одан кейінгі Осман Түрік империясы, одан Шыңғыс хан кезі, одан оның Шыңғыс ханның алдында Қыпшақ империясы, оның барлығының бұл Кавказды баспағаны, өтпегені кемдеге. Сондықтан оларда үлкен империя болмады деп айтпай қойыңыздар. Енді біз қазақ деген тамырымыз тереңде жатқан ескі халықпыз. Қазақтың қазіргі бір-бір руы, бір-бір мемлекет империя болған. Мысалы, Көдекс Куманикустың заманында Рим империясының өзі қазақтың Қыпшағымен санасатын болды. Қыпшақ бүгін орта жүздің бір руы болғанмен, бүкіл шығыс Еуропаңды, бүкіл орталық Қазақстаннан шығыс Еуропаға дейінгі аралықты Қыпшақтар ұстап отырды. Қыпшақтар ұстап отырды. Ол өте күшті қуатты мемлекет болды. Өте күшті қуатты мемлекет болды. Енді Жалайыр, оның деген бүкіл мына Оңтүстік Азияны, Иран, Үнді Пәкістанды, Кашмир Жалайырдың қолында болды. Мына таулы Тәжіктің даласы, бірақ сол Жалайырлардың қолында болды. Иранында Жалайыриян дейтін тайпалар болған, мына бергі 17-18 ғасырда тарихшылардың есінде қалады. Тәжіктердегі анау қазаққа ұқсайтын қауымдар бар ғой, кім еді аты? Лақай. Олар сол заманда, сол Жалайырлар, сол бүкіл Парсы жерін, мына Ауғанның жері, Пәкістан, Кашмирге дейін біз жауладық. Солар. Енді Дулат. Дулатың деген енді Бабырың Үндістанда мемлекет құрып, ол бізден Орта Азияда соғысып, Орта Азиядағы соғыстан кеткен, Орта Азиядағы соғыстардан барып Үндістанды жаулаған Бабырларың, Таж-Махал бар, анау мынау. Ол тіпті Бабырнаманы оқысаң, Далай-ламаның жері Тибетке дейін барған жазады. Сонда Дулаттарың Қашқарды биледі. Мысалы, Махмуд Қашқари Дулат болды. Жаңағы Дулаты үлкен мемлекет болды. Дулат үлкен мемлекет болды. Яғни қазіргі Орта Азия, Оңтүстік Азиядағы ең күшті қуатты мемлекетті Дулаттар болды. Оны араб тарихшылары, парсы тарихшылары Доғылат деді. Доғылат. Доғылат қана ғы деген дыбыс жұтылып кетті ғой қазақ тілінде. Мысалы, біздің кейбір бауырлас халықтарымызда тағы дейді. Бізде жұтылып тау болды. Баг дейді. Бізде жұтылып бау болды. Бау бақша дейміз. Баг деген бақ. Бізде ол бау болды. Тақ тау болды мысалы. Бізде у дыбысы, ғы дыбысы уға ауысып кетті қазақтарда. Сол Дулат дейміз. Оны жаңағы араб тарихшылары Доғылат дейді. Сол Дулат мысалы. Енді Қаңлыдар үлкен мемлекет болды. Шыңғыс ханның немересі Құбылайдың әскерлері Қаңлылар, Жалайырлар болды. Үйсін патшалығы деген үлкен патшалық Қытай тарихында ең көп дерек жазылған патшалық Үйсін патшалығы. Жаңчанның батысқа сапар дейді. Хан патшалығы Жаңайранның 200 жылдары сол Үйсін патшалығынан қорқып оған тыңшы жібереді Жаңчан. Оның патшалық темір кісенмен кісендеп көшсе бірге алып жүреді, көшпенді патшалық болған. Оның Үйсіндер туралы, оның ат әскері туралы жазған деректер бар. Ол деректерді оқып хан патшалығы шошыған бұл елден. Міне, біздің қазақтың әрбір руы бір күшті мемлекет болды. Найман хандығы болды, мысалы Шыңғыс ханды ақ кезге көтеріп 12 тайпа хан сайлағанда, сол 12 тайпасының 6-сы әлі бүгінгі қазақ халқының тайпалары. Ал Найман хандық Шыңғыс ханмен соғысты, артынан ымыраласты. Қашқарды жаулап 50 жыл тұрды. Қашқарды жаулап 50 жыл тұрды Наймандар Шыңғыс ханнан жеңілгеннен кейін. Міне. Сондықтан қазақтың әрбір руы ол енді өте күшті, қуатты елдер болды. Өте күшті, қуатты мемлекеттер болды. Біз содан сол мемлекеттер кейін бірігіп, мына бүкіл Еуропада бірімен бірі соғысып ең соңында Еуроодақ болайық деп, бірге ақша шығарайық деп, еуро деген ақша шығарып отырғандай, сол олар енді бірігіп жатса, біз сол заманда бірігіп, сосын бәріміз қазақ болып отырған себебіміз сол.
әңгіме сонда. Сондықтан бұл жерде бір халықтарды, мысалы кавказдықтар туралы айтып отырсың ғой, олар үлкен мемлекет құрмат демеңдер. Олардың ана табиғаты, олардың мүмкін жан саны шектеді. Мүмкін олардың сол әрбір империялар Еуропаға өту үшін Кавказды баспай қоймайсың қаптауын. Бұл соғыстар соған әсер қылды, мысалы. Мысалы, бізде алдыңғы ғасырда 5 мәрте қырылмасақ, осы кезде 140-150 миллиондық халық болатын едік. Тек алдыңғы 100 жылдың ішінде 5 рет қырылмағанда біз 140-150 миллиондық үлкен халық боламыз. Германияның 80 миллион, Францияның 80 миллион, Жапонның қанша? 120 миллион ба, сондай ғана. Біз сол сияқты ірі халық боламыз. Қырылып кеттік, қазір бір бейшара халық болып отырмыз, мысалы. Сондықтан тарих кейде сондай, тарихтың бір кездері болады, халықтарды қырып жібергеннен кейін ары қарай өспей қалады. Мысалы, Қытайдың бүкіл солтүстігі дүнген болған. Шүршіттер Қытайды жаулап алатын кезде Қытайдың бүкіл солтүстігі Қытай тілінде сөйлейтін Қытай мұсылмандар болды. Біз оны дүнген дейміз ғой, бірақ дүнген дегеннің жаңағы дені сол исламды қабылдаған Қытай деген сөз. Енді біреулер дүнгеннің тегі араб, дүнгеннің тегі парсы дейді. Ол сөздің жаны бар, бірақ ол таптаза парсы болып, араб болып Қытайға сіңгеннен емес. Оларға араб саудагерлері, парсы саудагерлері барды, дін тарат, миссионер болып барды. Сосын Қытайдан қыз алды. Бірақ ана араб парсының саны аз, ана Қытайда ұзақ жасады, сосын қан ауысты. Енді ойла, Қытайдан қыз алды, одан тағы алды, одан тағы алды, одан тағы алды, сөйтіп жүргенде ана араб парсының қаны сүйіліп кетті. Дүнгеннің бір келу қайнары сол. Екінші қайнары Шыңғысхан Қарақытайды Орта Азияға қаптатпау үшін қазіргі Қыши коридорына, яғни Кеңсу аймағына. Кеңсу деген Қытайда Гансу дейді. Гансу сөзінің Қытай тілінде мән мағынасы жоқ. Бұл Тибеттің ана үстірті жер беті теңіз деңгейінен 5000 метр биік Тибеттің биік тауыменен ана Моңғол жазығының ортасындағы қылдай коридор. Қылдай коридор. Соны Кеңсу аңғары дейді. Кеңсу десе Кеңсу жасыл, төбе, адыр. Мен сол Кеңсуды оқыдым бірінші оқуымда. Сонда сол жасыл аңғар, төбе. Енді тура қазақ жасайтын жер, енді ол қазақ жасайтын жер. Бұрынғы жаңағы Үйсін патшалығының шығыс қанаты тұрған жер. Үйсіндердің жері болған. Сол жаңағы әңгіме неден болып кетті өзі. Сол Кеңсу аңғарына Шыңғысхан өзіне бағынған қазақтарды, яғни түрік текті біздерді, яғни Шыңғысханның өзі түрік текті ғой. Біздердің бір дивизиясын апарып сол Кеңсуға орналастырады. Неге? Ар жағында құжынаған тауғаш тұр. Құжынаған тауғаш үркін қорқын соғыс анау-мынауда Орта Азияға ағылмасын деп, жаңағы Тибет пен Моңғол жайлауының ортасындағы тілдей қысанға апарып тайпаларды орналастырады. Олар сосын 20-25 жастағы жігіттер бәлен жыл тұрғаннан кейін қайтеді, қатын сұрайды, оны бас салып жаулап Қытайдың қызын әкеп қатындыққа береді. Сосын бір тегі түріктің әскері, яғни әскери дивизия болыпты ғой, жаңағы шекара күзетін әскери бөлім. Сосын Қытай қыздардан жаңағы балалы болады. Сосын ақыры сол жерде шекара күзетіп қалады. Сосын оның балалары Қытай қыз алады, сөйтіп Қытайласып кетті. Сонда бір тегі араб, бір тегі парсы, бір тегі Шыңғысханның әскері содан тараған мұсылман халықты дүнген деп атап отырмыз. Дүнген деген халықты ұлт ретінде мойындамаған Қытайдың буржуазиялық мемлекеті. Оны тек діні мұсылман болған Қытай деп атаған. Кейін оларға сен бөлек ұлтсың деген мәртебені коммунистер беріп отыр. Яғни дүнгендерді бөлек ұлт ретінде қарау Қытай коммунистерінің нәтижесі. Одан бұрын оларды тек ұлты мұсылман болған Қытай деп атаған. Қытай мұсылмандары деп атауға толық негіз бар. Chinese Muslim. Енді қараңдар. Сол дүнген бүкіл Қытайдың солтүстігін ұстап тұрған өскен ел еді. Содан алдыда Шүршіттердің патшалығы кезінде дүнгендер Шүршіт патшалығына қарсы көтеріледі. Дәл осы орайда Шүршітке қызмет ететін Қытайдың, ұлты Қытайлардың уәзірлері орайдан пайдаланып, мына бүкіл солтүстікте саны көбейіп өсіп тұрған дүнгендерді қырып жіберудің орайы туды деп, Шүршіттің патшасына дүнгендерді жамандап, Қытай Шүршіттің әскері дүнгендерге геноцид жасайды. Сөйтіп, сол заманда 20 миллионнан артық дүнгенді қырып жібереді. Бүкіл қазіргі Қытайдың Хэби, Пекин, Нingxia, Шанши, Хэнан, Гансу, мына оңтүстік Моңғолдың бір жағы, мына жағы Тибет, тіпті Сычуанға дейін кеткен бүкіл мұсылмандар қырылып кетеді. Содан олар бір азшылық қауымға айналып қалады. Бір геноцид, бір ұлтты жойып жоқ қылып жібереді, немесе оны аз әлсіз қауымға айналдырып тастайды.